Ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен YouTube каналдан неге жоқ болып кеттім, неге көп видеолар шықпай жатыр деп ойлауларыңыз мүмкін. Біз қазіргі таңда интернет сауда, яғни интернет дүкенмен қатты айналысып жатырмыз. Бұрын соңды Instagram істетіп көрмегенмін. Қазір мен Instagramға көштім. Instagramда Қытаймен бизнес, Қытаймен қалай жұмыс жасау керек, Қытайда қандай арзан тауарлар бар, сол жайында мәліметтер толтырып жатырмын. Құдай қаласа Қазақстандағы ең үлкен интернет дүкендердің бірін қалайым деген арман мақсат бар менде. Бұрындарда білесіздер, бізде сайт бар болған 234 кз деген. Енді сол сайттың Instagramдағы парақшасын дамытып жатырмын. Құдай қаласа сайтымыз Қазақстан бойынша 300-ке, 200-ке кіріп тұр. Қазақстан бойынша жоқ дегенде бір 100 000 сайт былай да бар болуы мүмкін. Соның ішінде енді 200-ке кіру, 500-тің арасына кіру деген оңай нәрсе емес. Сайтымыз Аллаға шүкір дамыды. Даму шегінде әлде. Даму үстінде. Бірақ біздің арман мақсат Қазақстандағы ең арзан, ең ықпалды интернет дүкен қалыптастыру. Олай болса, Инстаграмда не істеліп жатыр, соны көрсете кетейін сіздерге. Инстаграмдағы біздің парақшаны былай тауып кіресіздер. Іздеу сөзін жазатын жерге мына жерге жазамыз. Бұл жерге 234 деп жазамыз. Сосын кейін сызықша қоямыз. Мен мына пернетақтан қайсысы пернетақ деген. Точка кизин 01 деп жазсаңыз, біздің екі инста парақша шығады. Екеуі де менікі. 01 дегендердің бәрі менікі. Басып кіреміз. Мына жерде үздік сатылымдағы тауарлардың бәрін осы жерден көресіз. Бұлар жай ғана осы тауармен шектелмейді. Қазір 156 тауар тұр. Болашақта бұл 156 мыңға көтеріледі. Қазір міне біреуісінің бағасын көре салайық. Мынау мысалға кирпич өндіретін станок. Мына жерде басында бұл сіздерде былай көрініп тұрады, бағалары ештеңесі көрінбейді. Мына жерде көбірек білу дегенді басамыз. Мына жерде жазады. Телефон нөмірім тұр, бағасы тұр, қазақшасы тұр, орысшасы тұр, қытайшасы тұр. Міне. Өстіп тауарлардың бәрінің бағасын көруге болады. Ал мынау болатын болса, кәдімгі 70 сағатына 70 шақырым басатын электр мафет. Вилк деп айтамыз ба, мафет деп айтамыз ба, әйтеуір қазақшасы жоқ. Бұның өте керемет, Алматыны күніге неше айланып шығуға болатын электр мафет. Бағасы 295 000 теңге дейді. Ал Қазақстанда бұл 300-400 000 теңгеге дейін шығуы мүмкін. Өйткені бұл бренд ең сапалысын салып отырмын. Мендегі Инстаграмдағы тауарлардың бәрі ең сапалы, ең мықты жұмыс жасайтын компаниялардың тауарларын салып отырмын. Мынау мысалы заводтан тікелей көрініс, өндіріс ошағынан жіберіп отыр. Бұны ешқандай екінші қол емес, бірінші қолдан біз аламыз. Қарап отырсаңыздар бәрі электр немен көрсеткен. Тағы мындай бір машина бар, міне қарап отырсаңыздар. Бұл да электрмен жүреді, бірақ бұның мотоцикл, 4 доңғалақты мотоцикл. Бұнда жаңа көбірек білу десеңіз, міне білуге болады. Айып етпеңіздер, бір звондап жатыр, клиент болар. Не осы сияқты машиналар бар. Мына моторын қарасаңыздар, кәдімгі мотоциклдің моторы 200 көп, 400 көп, солай. Тағы да көбірек білгіңіз келсе, міндетті түрде Instagram парақшасына жазылыңыздар. Сол жерден бүкіл тауарды көре аласыздар. Сіздермен болған Талант каналы. Әрдайым бірге дамиық, бірге байық. Байы да қуатты, бақуатты болайық. Сонда ғана біз мықты мемлекет боламыз.